Сәлем достар, бүгін сіздермен ауызда еритін, әрі жұмсақ, өзі тез дайындалатын, әрі құрамы арзан печеньенің рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: бір жұмыртқа. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 100 грамм қант саламыз. 100 миллиграмм сұйық май құямыз. Екі 100 грамм ұнымыздың үстіне бір қасық қопсытқыш және ванилин саламыз. Қамырымыз видеода көрсеткендей пластилин сияқты болу керек. Видеода көрсеткендей шетінен алып, қамырымызды домалатып, кішкене басып, противеньге қойып шығамыз. Мен әдемілік үшін үстінен шанышқымен басып шықтым. 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Достар, егер менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.